Бәріңізге сәлем, сіздермен Айдана. Бүгін біз блинчик жасайтын боламыз. Ол үшін біз айранымызды құйып аламыз. Сіздер қанша адамға жасайсыздар, соған қарай көлемін көбейтсеңіздер болады. Одан соң оның үстіне содамызды саламыз. Содамызды салып, араластырып, оны 2-3 минутқа қойып қоямыз. Ал одан кейін біз жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Одан кейін майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз барлығын. Араластырып болғаннан соң ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін біз қайнап тұрған суды кішкене құйып аламыз. Ол үшін тез-тез араластыру керек. Сұйықтау қылып араластырасыздар. Міне осындай болу керек. Ал енді біз майымызды салып, қыздырып алып, оның үстіне осылай блинчигімізді құйып, екі бетімен пісіріп аламыз. Осылай барлығын рет-ретімен пісіресіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.